Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай баклажаннан жасалатын өте дәмді қыстық салат дайындаймыз. Өте оңай дайындалады, сочный, кереметтей болып шығады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осы ингредиенттеріміздің барлығын ұсақ кубик етіп турап дайындап аламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Одан кейін пиязымызды салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. 5-10 минут аралығында үздіксіз араластыра отыра, жақсылап қуырып алатын боламыз. Асты қатты отта болуы қажет. Келесі кезекте оның үстінен ұсақтап туралған қызанағымызды саламыз. Қызанақты ет тартқыштан өткізудің қажеті жоқ. Осылай ұсақтап турасаңыздар жеткілікті. Жақсылап араластырамыз және де қуырып алатын боламыз. Осылай өзінің соғы бөлініп шыққанша. Суы шығып, жақсылап қайнап жатқан кезде оның үстінен тәтті болгар бұрышын қосамыз. Түрлі түсті түсінен қолдана берсеңіздер болады. Мен жасыл және қызыл түсін пайдаландым. Оны да ұсақтап турап аламыз бір келкі етіп. Тағы да жақсылап араластырып, қатты отта қуырамыз. Жақсылап араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Астынан үстіне қарай осылай қозғап отыруды ұмытпаймыз. Бұрқылдап қайнай бастағанда, енді келесі кезекте оның үстінен ұсақ етіп туралған баклажандарымызды саламыз. Өте керемет болып шығатын салаттардың бірі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жақсылап қозғаймыз. Астынан үстіне қарай қатты отта жақсылап пісіріп аламыз. Сол кезде біздің соғы шығып, қызанақтың өте керемет болып піскен кезде түрі тәбеті ашырлықтай болып шығады. Кішкене қана тұз қосып жіберсеңіздер болады, көкөністеріміздің соғы бөлініп шығуы үшін. 20-30 минут өткеннен соң үстінен ұсақтап туралған сарымсақтарымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болуға аз қалды. Дайын болғанда өзі көлемі 2 есе кішірейіп, өзі түсі қанық болып әдем болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз дайын болып қалды. Ең соңында татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз және құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің баклажаннан жасалатын өте дәмді қыстық салатымыз дайын болды. Банкаларымызды стерильдеп, ыстық банкамызға ыстық күйінше құйып, жақсылап бетін жауып, ораймыз да жылы жерге төңкеріп бір күнге қалдырамыз. Одан кейін сақтай берсеңіздер болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұдан бөлек өте керемет, тез дайындалатын, сәтті шығатын рецепттерді таба аласыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.